ибн Тархан ибн Узлах әл-Фараби оның шын есімі. Ол 870 жылы Отырар қаласында туған. Ол әйгілі философ, математик, логика және музыка ғылымдарының зерттеушісі. Түркістан қаласында Әл-Фарабидің ескерткіші орналасқан. Қазақстан Республикасы тарапынан Әл-Фараби атындағы музейді жөндеу жұмыстарына 51.700.000 теңгедей қаржылай көмек көрсетілген. Әбу Насыр әл-Фараби Отырар қаласында 870 жылы дүниеге келген. Ол әлемге ұлы философ, социолог, медицина саласында өз үлесін қосқан. Яғни лингвист, ботаник болып саналады. Әлемге әйгілі болған Аристотельден кейінгі екінші ұстаз, әр қаладағы медреселерде оқып, өз білімін алға жылжыта алған. Яғни ол кезеңде орта ғасырларда ешқандай медициналық көмек болмағандықтан, от дәрілерден және де басқа бір керекті заттарды қосып, әртүрлі емдеуге жаңа дәрі-дәрмектер құра бастаған. Білім мен медицина алға жылжымаған кезінде Әбу Насыр әл-Фараби әртүрлі кітаптардан білім және медицинаның қандай үйлесімді екендігін анықтап, сол кезеңде кітаптарды ақтара бастайды. Көптеген медицина саласына өз үлесін қосқан Әбу Насыр әл-Фараби мидың және адамның ағзасындағы бүйрек, жүрек туралы көптеген әңгімелерді жазады.